Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Қызықты әңгімелер каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі әңгімелейтінім кәсіпкер болған қаңғыбас әңгімесін әңгімелейтін боламын. Ел арасында пешенеңе не жазылады, соны көресің деген тәмсіл сөз айтылады. Жер бетінде қаншама тіршілік иесі болса, соншама тағдыр бар. Бір сәт айналаңызға зер салып қарасаңыз, бәрі бірдей көргенімен бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Әлбетте, жаратушының жазғанынан асып кете алмаймыз. Дегенмен, маңдайға жазылатын тағдырға адам баласының да тамшыдай болса да қосар, үлесі барын жоққа шығара да алмаспыз. Сөзіміздің басын бұлай бастауымызға арамызда жүрген жандардың түрлі тағдырлары себеп болып отыр. Шын мәнінде бірінің бақытты жүзінен нұры төгілсе, енді бірінің бақытсыздықтан еңсесі түсіп, салы суға кетеді. Бәлкім біреудің тойып секірсе, біреу тоңып секіреді деген осы шығар. Бүгінде қоғам байлар мен кедейлер болып екіге бөлінеді. Ал олардан бөлек бұрын-соңды естімеген үшінші топ, яғни бомждар пайда болды. Алайда біз оларға мұнымызды шүйіре қараймыз. Жол жүргенеге кезігіп қалса, жеркене жанынан тезірек өтіп кетуге тырысамыз. Күйбеңі көп қаланың тіршілігі таусыла ма? Әйтеуір таңмен таласа, адамдар да өз жұмыстарына асығып бара жатады. Күнделікті бір жолдың бойымен жүргендіктен сол маңайдағылар көзтаныс болып қала береді. Сөзіміз де жарасып жатады. Бірде аялдаманың жанында жап-жақсы киініп алған жасы 50-дің ожақ-бұжағындағы ер адам аша суға сылқия тойып алса керек. Масайрап тілі күрмеліп, түсініксіз бір сөздерді айтып, айқайлап отыр екен. Жанынан Құдай есіркесін дедім де өттім. Екінші күні тағы да сол күйінде көзім шалды. Арада бірнеше апта, ай өтті. Бірақ бір кездері таза киініп, түр-тұлғасы әжептеуір болып отырған әлгі кісіні енді кір-қожалақ үсті-басы алба-жұлба, қолы күс-күс, беті жырым-жырым күйге түсіпті. Кәдімгі қоқыс-қақтардан кім көрінгеннен қайыр сұрап тіленіп жүретін, дәл қаңғыбастың өзіне айналған. Іштей жаным ашып, үйге ертіп апарғым келді. Алайда жер бетіндегі тірі жанның бәрі бір Алланың құлы, оларды есіркеме, бір Құдай есіркесін деген сөз санама келеді де тұрады. Сөйте тұра, еш болмаса ыстық тамақ алып ішер деген оймен қалтамдағы тиын-тебенімді беріп кетемін. Тіпті соңғы кездері бозарып таң атқанда ол кісінің амандығын көру үшін жұмысқа асығатын болдым. Бүгін де аялдамаға тезірек жүріп келе жатырмын. Анадайдан отырғанын байқап, көңілімді тоқ санадым да, жанына барып қолымдағы тиынымды берейін десем, көзінен аққан ыстық жасы, еңкілдеп жылаған даусы сай-сүйегімді сырқыратып жіберді. Содан бері бір сәт бәрін жиыстырып қойып, сөйлесуді жөн көрдім. Орнымнан сол-ақ екен, әңгімесін бастап кетті. Қызым 90-шы жылдары аумалы төкпелі уақытта жұмыс іздеп, бәріміз сабылып қалаға келдік. Қорадағы бір-екі бас малымды сатып, азын-аулақ ақшама ағаш сатумен айналыстым. Құдайға шүкір, жасаған еңбегім нәтижелі болып, ісімді кеңейте бастадым. Менің артымнан ауылдағы ағайындарым, жора жолдастарым келді. Оларға да осы кәсіпті үйретіп, таныс жігіттерден қарызға ағаш әперіп, сауданың қыр-сырын үйреттім. Ешқайсысы да жаман болған жоқ. Өзім базардан 10-15 орын алып, інілерімді қойдым. Табыс көзі де жақсарды. Жиналған қаражаттарға қаланың орталықтарынан жер алып, мейрамханаға қонақ үй салдым. Отбасымды қалаға көшіріп, үлкен үй тұрғыздым. Әйелім 3 қызым мен жалғыз ұлымның ішкені алдында, ішпегені артында еді. Бірақ соның бүгінде біреуі де жоқ деп, ағыл-тегіл еңіреп жібергені. Мен болсам не дерімді білмей, үнсіз отырған күйі отырып қалдым. Бір кезде өксігім басты да қайтадан әңгімесін жалғады. Алғаш мына жанымда тұрған мейрамхананы салып едім. Күзетшілер көлігімнен түсер-түспестен аяғымды жерге тигізбей ішке кіргізетін. Барлығы алдымда құрдай жорғалайтын. Енді кеудемнен итеріп, шығарып жіберетін болды ғой. Әй, кімге ренжимін? Бәріне өзім кінәлімін. Қалтама біткен бума-бума ақшаның буына масайрап, қызық іздеп қала кезіп, құмар ойынның ажырамас серігіне айналдым. Есіл дертім карта, казино еді. Тіпті қона жатып ойнай беретімін.
Бірде ұтасың, бірде ұтыласың. Әрине, ұтқанымнан ұтылғаным да есеп жоқ. Кейде осы Алматыдағы ойынханаларды менсінбей шетелге арнайы ұшып барып, ол жақтағы мықты-мықты деген казиноларды аралап қайтушы едім. Сөйтіп, шалқып тасып жүргенде бар байлығымды құмар ойынның соңына салып жібергенімді білмей де қалдым. Бастаған кәсібім тоқтады. Алайда әйелім де мені жақсы пайдаланған екен. Қаладағы 2 үйімді, 1 қонақ үйімді, 2 мейрамханамды, бірнеше көліктерімді өзінің және балаларының меншігіне аударып алыпты. Сосын менен еш пайда болмағаннан кейін ол оп-оңай мені далаға қуып жіберді. Еш болмаса, балаларым әкесін іздер деп едім, қателескен екенмін. Мынау қазір қызымның меншігіндегі мейрамхана. Күніге менің көлігімді мініп келеді, көзіме оттай басылады. Қайтейін, өз қанымнан жаралған балаларым теріс айналғасын, не үміт, не қайыр. Баяғы менің артымнан келіп кәсіптерін бастаған жолдастарым да, ағайын туыстарым да безіп кетті. Егер қолында ештеңе болмаса, сені ешкім де керек етпейді екен. Әйтпесе жанында ағалап, көкелеп жүргендер қайда? Қызым-ау, күндердің күнінде қоқыстан тамақ теріп, көшеде қаңғып қаламын деп кім ойлаған деп ауыр күрсінді де үнсіз қалды. Шын мәнінде осы көшеде кезіп жүрген қаңғыбастардың арасында бір кездері дүркіреп тұрған ел ағалары да болады екен-ау. Бұл сөзімде тағы бір дәлел атақты кино майталман шаңырақ ұлтуған сынды көркем туындылармен танымал болған кинорежиссер Едіге Болысбаев жақында көше кезіп жүріп өмірден өткенін естідік. 60-та алқымдаған шағында ағайын туысы да дос-жаранды да түгел теріс айналған екен. Себебі кино десе ішкен асын жерге қоятын азаматтың жеке өмірі өзі түсірген кинодағыдай керемет болмаса керекті. Себебі 3 жыл бұрын ішімдіктің салдарынан жұмыстан шығарылыпты. Ақыр аяғында пәтерін сатып, өзі де отбасы да далаға қалған. Бала-шағасы өз күндерін өздері көріп, әкелерімен қатынасты үзген. Ал Болысбаев қаладағы көп қаңғыбастардың қатарына қосылып, кейіннен Алматы қаласындағы тұрақты мекен жайы жоқ адамдарды бейімдеу орталығын паналапты. Отандық арналардың бірінен көргенімізде кезінде сұңғақ бойлы, ірі денелі келісті келбеті мен елге танымал азаматтың енді жағы суалып, көздері үңірейіп, денесі шөгіп, белі еңкейген ақсақалды 8 көркем 100-ге жуық қысқа метражды фильмдердің режиссері деп ойламайсыз. Я, әр пенденің тағдыры әрқилы. Осы ертеректе үйсіз-күйсіз көшеде кезіп жүрген қаңғыбастар көп болмаған ғой. Бәлкім, сол кездегі адамдардың пейілінің кеңдігі, ниетінің түзулігі шығар. Әйтеуір бүгінгі таңда бұрын-соңды естімеген, көрмеген жайттар алдымыздан кесе-көлденеңнен шығатын болды ғой. Тіпті бұрын біздің тілдік қорымызда қаңғыбас деген сөз жоқ болатын. Қаңғыбас түгілі ара-тұра үй-үйді аралап қайыр сұрайтын сығандарды көргенде бала біткеннің барлығы қуыс-қуысқа тығылып тым-тырақай қашатынбыз. Алайда қазіргі уақытта қаңғыбастарға мойын бұрып қарамаймыз да. Сондықтан алдымызда өмірде не күтіп тұрғанын білмейміз. Сондықтан осы өмірді бағалай білейік. Сіздерге менің каналым қызықты болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.